Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақты Словен түйгендерімнің 93-ші күні. Бүгінгі салмақ 102 ес. 104-те 102, сонда 14 килограмм, 300 грамм тастап тұрмын. Так, бүгін қазір немді көрсетіп кетейін. Жеп отырған тамағымды сіздерге. Көріп тұрғанда 2 жұмыртқа, үстінде 2 маринованный ащы перец, помидор, зейтін, сыр, огурцы, салатный листья. Сосын кептірілген жерде не бар? Кептірілген помидор. Ішіне мен өзім кептірілген помидор бөлім жасайтын болдым. 1 рет жасадым ба, 2 рет жасадым ба, Атырауда жүргенде. Мұнда кептірілген помидор сатылады. Соны аламда оливковое маслоға, ішіне базилик салып, чеснок салып, осылай мариновать етем былай айтқанда. Вот осыны жақсы көремін. Вот осы менің кешкі таңғасым. Мукбанг тендерге. Тәп-тәпті. Тәртін тұрдым, режиміме келдім, вакуум жасадым, планка жасадым. Жаттығу жасаған жоқпын. 2 стакан суымды іштім. Болды. Сол күндеріңіз жақсы өтсін. Бүгін кешкі асымды, қазір кофе ішіп аламын. Сосын кешкі асымды көрсетсем, чечевичный сорпа бар, соны ішетін болармын. Сол, қарағандығызға рахмет. Кешіңізді кешкі дейін көріскенше. Пока-пока. Қайырлы күн қыздар. Мен таңғастан кейін міне кофе ішіп жатырмын. Көптен бері кофе ішкен жоқпын. Асан үстіне қоя білерсің соныраларым. Суынан іч. Обычный кофе, капучино. Сол. Қайырлы кеш қыздар. Менің кешкі асым. 1 тілім қара нан. Сосын чечевичный сорпа. Айтқандай күндіз. Осыны ішіп аламын, болды, сонымен жатамын. Бүгін баламмен бірге ерте ұйықтаймын. Ерте ұйықтасаңыз, бесіңіз де жақсы түседі салмағыңыз. Ертеңге дейін көріскенше, мен бірге болғандарыңызға рахмет. Мен бірге ұйықтаңыз. Пока-пока.